Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі облыстық комиссияның кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде қаралған бірнеше мәселе өрт пен судағы және аттракциондардағы қауіпсіздікке арналды. Өйткені аталған салада кемшіліктер көп. Жыл басынан өңірде 237 өрт оқиғасы тіркелсе, соның 3-тен 2-сі тұрғын үй секторында болған. Көп жағдайда оқыс оқиғаның орын алуына тұрғындардың салғырттығы себеп. Келген шығын мөлшері 9,9 миллион. Былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Өрт қауіпсіздік кезінде 4 адам қаза тапты және 8 адам әртүрлі дәрежеде жарақаттар алды. Осы орайда тұрмысы төмен және көп балалы отбасылардың қауіпсіздігін қамту басым бағыт. Қазіргі кезде осы санаттағы 1800 жанұяның үйіне улы газды анықтайтын датчик орнатылған. Маңызды жұмысты жалғастыру үшін осындай құрылғыны қажет ететін отбасыларды анықтау керек. Бұл істе үкіметтік емес ұйымдардан көмек қажет. Где есть такие семьи, где Елордамызда болған қайғылы жағдайлар қайталанбауы тиіс. Сондықтан азаматтық қоғам бұл іске қол ұшын беріп, ұсыныстарын жолдаса. Қала мен аудандардағы жағдайы нашар облыстар туралы ақпарат беріп отырса, бұл өрт қауіпсіздігін қамтуға қажетті құрылғыны орнатуға мүмкіндік туғызар еді. Шомылу маусымы басталғанмен судағы қауіпсіздік ақсап тұр. Облыс аумағында 69 жағажайдың тек 5-еуі ғана қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Мәселен, соңғы аптада 3 адам құтқарылды. Ал жыл басталғалы өңірдің өзен-көлдерінде 12 адам суға кеткен. аудандық жерлерде жаңа 1 миллион 300-ге балаларға арналған жүзетін шағын нелері бар. Жүзу орындарын жасайды. Соны мүмкіндік болса жаңа ауылдық лагерлерге, шөл жерге сатып алып, сосын балаларымызды соған жүзуге үйрету. Бір инструкторды алып үйрету. Негізгі суға кетудің себебі екеуі ғой. Біріншіден балаларымыз жүзу білмейді. Екінші жаңағы суға батудың себебі шыны керек, бұл жаңағы демалыс орындарында алкогольдік ішімдіктерді қолданып, осы уақытта кетіп жатыр. Осы екі мәселені қолға алыңыздар. Қарағандыдағы қайғылы жағдай аттракцион батуттарда қауіпсіздікті қатаңдатуға келді. Шілденің 1-нен бастап аттракциондарды пайдалану және ондағы қауіпсіздікті қамту бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты күшіне енеді. Ол бойынша аттракциондар жергілікті атқарушы органда есепке тұрып, тиісті рұқсат арқылы жұмыс істейді. Сондай-ақ батуттарда бақылауда. Қазір Орал қаласы бойынша мұндай ойын нысанының 77-сі бар. Помимо отдела предпринимательства, функционирования батута согласно. Батут орнату үшін бизнес иесі кәсіпкерлік бөлімінен бөлек сәулет және қала құрылысы, түкш бөлімдері, қалалық полиция басқармасы және Батыс Қазақстан электр таратушы компаниясынан тиісті рұқсат алуы тиіс. Бұған қоса әкімдік тарапынан батуттың қызметі апта сайын назарға алынады. Соның ішінде алғашқы көмек көрсететін дәрі-дәрмектің, өрт сөндіру құралдарының болуы қаралады. Облыс орталығында заңсыз істейтін батуттар жоқ. Бұл мәселеде ата-аналар алаңдамас үшін жұртшылыққа батуттар туралы ақпарат қолжетімді болуы тиіс деді облыс әкімінің орынбасары. Сондай ұлттық стандарт енгізілгенше кәсіпкерлермен кездесу өткізіледі. Ондағы мақсат сертификаттау, құрал-жабдықты куәландыру сияқты мәселелерде жаңа талаптарды түсіндіру. Рауан Дели, Нұрлан Идеріп, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.